Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге жұмсақ әрі ерекше дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Толықтай видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және де каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Сүттеріңіз міндетті түрде жылы болуы керек. Одан кейін оның үстіне тұзымызды қосамыз, аштығымызды саламыз, қант саламыз, сұйық май және де майонез салып, араластырып, електен өткізілген ұнымызды қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп, көтерілгенше жылы жерге қойып қоятын боламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Көтерілген қамырымызды алып, онды себе отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Тым қатты жұқа етіп жаймаңыздар. Одан кейін осылайынан кесіп аламыз. Немесе домалақ формаға келтіріп кессеңіздер де болады. Одан кейін барлығын кесіп алған соң бетін жауып қоямыз майымыз қызғанша. Кейін қызған табаға бауырсақтарымызды салып, әдемілеп пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің бауырсақтарымыз өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.